Адамды құртатын оның қасындағы адам. Дәл сол сияқты сені де мына нәрсеге итермелеген бір адам болды. Ол сенің либо класстасың, либо досың, либо бір танымайтын біреу келді де мынаны жасап көрсетті да, и сен соны жасап кеттің. И осылай 3 жыл болды, 2 жыл болды, 1 жыл болды, 10 жыл болды, 15 жыл болды сен жасап жүргеніңе. Тоқтатам дейсің, бірақ тоқтата алмайсың. Фантазировать етесің. Актрисалар, актерлар барлығы кино ойнатып отыр ғой. Ол кино ғой, ол сондай жанр. Зрительді солай развлекать ету керек. Әйтпесе ол зритель басқа бір видеоға кетіп қалады. Қызықтыру керек зрительді. Сол үшін эффекттер қосады, сондай бір дауыстар шығарады. Это өтірік. Так не бывает. И сен сол өтірікке как кукол, как олень сияқты қарап отырсың. Өзіңді төмен түсіріп жүрдің. Жұмысыңда, отношенияңда, достарыңда, спортыңда, тренировкаңда барлығы төмен түсіп кетті. Өзіңнің өміріңде төмен түсіп кетті. А не пора ли меняться, дорогой? Не пора ли меняться? Тастап ана нәрсені, ана әдетті уже қою керек қой. Давай бауырым, сен маған тіркелші. И сосын профиліге телеграм каналға өтіп, оған да тіркеліп қой. Ана әдетіңді тастайсың.